Демек, ол башлап театрға кете битинде, аннары соң сіз оның ізінен кеттіңіз. Нешік болды сіздің Қозанға келіп театрға кіріп кетуіңіз? Сәнғатқа еме? Театрда, ауылда, ғайлада битинде Исламия апа жырлайды ол. Исламия апа ис кетерлік, аның қылқы әйбәт. Мен аның ғұмыр бойы апаның қылқына қызығайдым. Ол бір нәрседен оңайсызлармай. Жырла деселер, жырлайды ол. Бие деселер, бие, есі де кетмей. Нәрсе етелер, нәрсе құшалар. Мәжілісте жырлаға құшсалар да жырлата ол. Бір-екі кіші жиылса да Исламия жырлай. Мен характерім білән Исламия апаға шамаған. Біз қапма қаршылар. Мен керірек, ялшанырақ. Ялшан болса да, менің бейсім кейлейді. Әлбәтті мен киімнер тігіп, әне біздің түгішейді. Қайбір әйбірлеріні, өзім әненің әйбірлерін ұрлап тігейдім. Ол білгендір дейінді. Шолайды көрәлік. Сезгендір, анда бітейінде әлінің бені мүмкінліклері жоқ. Ол әйбірлер, вақ материалар метр білер сатып алар. Ондан жыртып алып енді, әйбәт еттіріп, кесіп алып енді. Ол вақытта шегу еді бет. Шегелер еді алар барсы да, апа да, Исламия апа, ескетерлік ұстайды шегуге. Әйінді ауылда концерт қойғанда, әлбәтті тырышайдың башлап ерірге күлмәклер алайдық, ромашкалар деген жырларыны жырладық. Мәселен, әзгіне қойайдым менде нәрседір болған демек. Исламия апа біздің шыннан да артисткі боласы келді. Әменің бейуші боласым келді. Ол драма артист кісі болып кетерге жегендіға, әмен бейуші болып кетерге жегендім. Шуңа көре ол бір нәрседен де оңайсыланмай барған, көшме театрға кірген. Анда бетінде біз көшме театрыны көбірек білейдік. Чүнки Ғалияскар Камал театры гастроллерге ермейді. Көп әзігіне ерейлер алар. Біздің яққа келіп те шықмадылар. Шуңа көре көшме театр ерейді. Көшме театрын ізлеп тапқан, иптәш қызын етіп алып барған, сөйләшкен, урнашқан, квартира тапқан. Мен әлбәтті әйтірейдім, Исламия апа көбік алай ішли алмас едім. Мында меңа әлі келер еді ярдәм етерге, мен ізләп те таба алмас едім. Көшме театрыны да ізләп таба алмас едім, квартира да ізләп таба алмас едім, чөнки ол менен болмай. Ізлей алмайм, мен оңайсыланам. Қозаннан нешік ізләп ерге керек. Ол бит сені районға түгел, Қозанда түгел, ауылда түгел.